Гранаттың кепкен қабығының пайдасы. Гранаттың кепкен қабығы халық медицинасында ертеден қолданылып келеді. Оның құрамында көптеген биологиялық белсенді заттар бар: таниндер, антиоксиданттар, витаминдер, органикалық қышқылдар, минералдар. Осы заттардың арқасында қабық емдік қасиетке ие. Негізгі пайдасы: 1. Асқазан ішек жолына пайдасы. Іш өтуді тоқтатуға көмектеседі. Асқазан қабынуын азайтады. Ішектегі зиянды бактерияларды жояды. Тағамнан уланғанда жеңілдетуге көмектеседі. Әсіресе диарея кезінде халық арасында жиі қолданылады. 2. Құрттарға қарсы әсері. Гранат қабығында паразиттерді жоятын табиғи заттар бар. Ішек құрттарына қарсы көмекші құрал ретінде қолданылған. Балалар мен ересектерге халық медицинасында пайдаланылған. Бірақ ауыр жағдайда міндетті түрде дәрігер кеңесі керек. 3. Тамақ және ауыз қуысы ауруларына. Қайнатпасы. Тамақ ауырғанда шаюға. Ангина, стоматит кезінде. Тіс қызыл иегі қабынғанда. Антисептикалық әсер береді. 4. Иммунитетті күшейтеді. Құрамындағы антиоксиданттар ағзаны қорғайды. Суық тиюдің алдын алуға көмектеседі. 5. Тері ауруларына. Ұнтақ түрінде. Жара жазуға. Терінің қабынуын азайтуға. Безеу жара кезінде қолданылған. 6. Қан тоқтатуға көмектеседі. Қабықтағы таниндер. Ұсақ қан кетуді тоқтатуға көмектеседі. Жараның тез жазылуына ықпал етеді. Қалай пайдаланады? Қайнатпа дайындау. 1 шай қасық кепкен қабық. 200 мл су. 10-15 минут қайнату. 30 минут тұндыру. Күніне 2-3 рет ішуге болады, аз мөлшерде. Тамақ шаю. Қайнатпаны суытып күніне 3-4 рет шаю. Ұнтақ жасау. Кепкен қабықты ұнтақтап жараға себуге болады. Қандай жағдайда қолдануға болмайды? Жүкті әйелдерге абайлап қолдану керек. Аллергиясы бар адамдарға болмайды. Артық мөлшерде шуылы әсер беруі мүмкін. Бүйрек немесе бауыр ауруында дәрігермен кеңесу қажет. Кішкентай балаларға мөлшерін сақтап қолдану керек. Қызықты факт: гранат қабығында пайдалы заттар жемісінің өзінен де көп болуы мүмкін. Сондықтан халық емінде ол өте бағаланған. Ақпарат пайдалы болса, жақыныңмен бөлісе отыр.